Құрметті достар, қолдарыңыз қалай? Бүгін біз Google Classroom жайлы сөз ететін боламыз. Google Classroom дегеніміз не, қандай платформа, және де басқа сұрақтарға жауап беретін боламыз. Google Classroom дегеніміз оқушы мен мұғалімнің арасындағы қағазбастылықты азайтып, сабақтарды, тапсырмаларды онлайн басқаруға мүмкіндік беретін керемет платформа. Google Classroom-ға өту үшін біз поисковая строкаға, яғни іздеу тізбегіне Google Classroom деп жазамыз. Жазған бойдан бізге Classroom Management, яғни бірінші нені таңдаймыз. Мұнда ескертетін тағы бір жайт, бұл үшін өзінің Google аккаунтыңыз болу керек. Бүш деген басамыз. Және создать курс. Сол уақытта сізге мынандай всплывающий окно шығады. Всплывающий окнода егер ғылыммен айналысатын болсаңыз, арнайы бір мекеменің қызметшісі болсаңыз, ғылыми мекеменің. Ондай жағдайда сізге тағы да басқа жеке аккаунт ашу керек болады. Біздің жағдайымызда қарапайым курс аша береміз. Бәрі түсінікті, және осы аккаунттан жалғастыра береміз. Содан кейін курс жайлы ақпараттарды енгіземіз. Мысалы, біздің жағдайымызда химия. Химия 7-ші сынып. Предмет. Химия аудитория 7-ші сынып. Бұл мысалға, сіздер терең ойлап кетпеңіздер. Бәрін жазып болған соң создать батырмасын басамыз, және күте тұрамыз. Сол уақытта бізге курсты жасап береді. Міне курс жасалынды. Енді өзімізге ыңғайлы етіп настройкасын келтіріп алайық. Мынау баннерді өзгертіп өзімізге ыңғайлы алсақ, өзіміздің тақырыпқа сай сурет қойып. Маған математика және естественные науки и қолбалар қойсын. Химия тақырыбына сай. Сохранить басамын. Бұл кезде баннеріміз химия тақырыбына сай ауысады. Ендігі сұрақ материалдарды және тапсырмаларды қалай қосамын. Ол үшін задание дегенді басамыз. Сосын создать плюс батырмасын басып материал деген басамыз. Бұл кезде бізге бірінші сабақ қосылады. Бірінші сабақ. Атом құрылысы мысалға. Содан кейін мына жерге описаниесын жазсаңыздар болады. Ол не обязательно. Сосын өзіміздің баяғы 7 жыл алдыңғы сабақтардың бірін қосып қояйын. Ол үшін YouTube'дағы өзімнің видеоларын қосып жатырмын. Скопировать ссылку на видео. Содан кейін ссылка деймінде осы жерге көшіріп жазыламын. Давайте ссылку. Өзімнің видеом шығып тұр. Давайте видео деймін. Создать тему. Яғни оны бөлімдерге бөлу үшін тақырыбын қоямын. Атом құрылысы жайлы болсын. Бәрін қосқаннан соң опубликовать батырмасын басамыз. Болды, міне біздің сабағымыз қосылды. Лентаны көрсек те, міне сабағымыз қосылған туралы ақпарат шығып тұр. Тапсырмаларды қалай қосамын? Тапсырмаларды сол сияқты болады. Задание с тестом, задание, вопрос қойсуға болады. Егер де толық ақпарат керек болса, комментарийға сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер, мен жауап беремін. Келесі сұрақ, ол курсқа оқушыларды қалай қосамын? Курсқа оқушыларды қосудың бірнеше әдістері бар. Оның ең қарапайым әдісі, мына код курсаны көшіресіздер, балаларыңызға бересіз. Олар бірақ Google Classroom-ға кіріп тұру керек болады. Сол уақытта код курсасын терсе сіздің
курсыңыз оларға доступны болады. Тағы бір әдісі ол мынау пользователи деген, яғни қолданушылар дегенді басамыз. Содан кейін оқушыларды шақырамыз. Оқушыларды шақыру мына жерде мынау ссылканы көшіріп алып WhatsApp группаларына жіберсеңіз болады оқушылардың. Тағы бір тәсілі ол егер сіз олардың электронды почталарын білсеңіз, соны теріп шақыртуларын жіберсеңіз болады. Не осылай. Бүгінге осымен тәмам. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Каналға жазылыңыздар. Одан да әрі қызықты, пайдалы сабақтар болады.